Әлем өзгеруде. Жыл сайын жаңа технологиялар өмірге келуде. Жаңа ғасырда үлкен масштабты миссияларда орындалуда. Солардың бірі Марсты отарлау. Айтып жатқан кезде сіздердің ойларыңызда Марсқа кім барады және қалай барады? Өзіміздің жер планетамызды толық зерттей алмай отырғанда Марсты қалай отарлайды деген сұрақтар туындауы мүмкін. Бүгін Skavron каналы сіздерге Марсқа адам жіберу туралы NASA мен SpaceX сынды алыптардың жоспарларымен таныстыратын болады. Ал сіз арнаға әлі жазылмасаңыз, дәл қазір қоңыраушаны басып кетіңіз. Бәріңіз білетіндей, NASA ол ғарыш бағытындағы ең мықты ұйымдардың бірі. Жетістіктер де аз емес, бірақ жақында ғана олар Марсқа адам жібере алмайтындарын хабарлады. Бұның себебі қаржы тапшылығы. Қаржы тапшы болса, демек жаңа технология ойлап табатын мүмкіншілігі жоқ. Бұған қарамастан Илон Маск, SpaceX-тің атқарушы директоры, Марсқа адам жіберуге болатынын айтты. Және осы мақсатта ол өте үлкен жұмыстар атқаруда. Мысалға айтатын болсақ, қайта қолданбалы ракета тасығыштар. Компания өзінің ракеталарының шығынды аз құртатынын жақында ғана дәлелдеді. Dragon ғарыш кемесін бірнеше рет қолданып көрді. Планетамызда аштық, кедейшілік және соғыс жүріп жатқанда Илон Масктың мұндай миссиялармен айналысып жүргені оғаш көрінеді. Бірақ бұған Илон Масктың айтары бар. Егер жер планетасына астероид құласа, немесе әлемдік жылыну түрлі катастрофалардың себебі болса, біз айтып отырған қиындықтар қасында түк болмай қалады. Сондықтан адам алдыға жылжып отыру керек. Илон Масктың компаниясы Марсқа қона алатын қайта қолданбалы ғарыш кемелерін жасауға өз күштерін жұмсап келеді. Болжам бойынша 200 адамдық кеме Марсқа аттанады және Марсты ең бірінші отарлаушылар болады. Марсқа аттану билетінің құны да арзанға түспек, 200 мың ақш доллары. NASA өз марсақаттарын Марсқа жылдап апарады. Ал Илон Маск өз ғарыш кемесі арқылы 200 отарлаушыны бір айда жеткізе алатынын айтып отыр. Егер осы 200 адам Марсқа келсе, мұнда оларды жақсы жағдай күтіп тұрмайды әрине. Пайдалы ресурстарды үнемдеу және қолайсыз атмосфера. Күні-түні соққан дауыл және шаңды найзағай. Отарлаушылар өте көп жұмыс істейтін болады. Тіпті олар жерге өз үйлеріне қайтып келмеуі мүмкін. Егер Илон Масктың жоспары сәтімен орындалатын болса, Марс екінші жерге айналмақ. Ал Skavron арнасы Марс Коломбо Илон Маскқа сәттілік тілейді. Достар, сонымен видеомыз соңына жетті. Егер осы видеода 2000 лайк жиналатын болса, біз сіздерге бизнесмен, гений және инженер Илон Масктың өмірі туралы видео шығаратын боламыз. Сізден бар болғаны 2000 лайк.